Мен Нұрымбетова Шарапат, Қырымның 40 батырының бірі Тама батыр дастаны. Көгіс еліне келіп, қатын алып үйлі баранды болады. Онда бір ұл туады, оның атын Тама деп қояды. Ей, жүгірі басық ойнады, үйіне көп келмеді. Асық ойнап ұтылса, төбелесіп тартып алады. Бала біткен қоймады, бәрін ұрып сабады. Бір күндері болғанда, балалар кеңес құрады. Асығын біз бермелік, төбелесті бір салайық. Тама барды далаға, асық ойнап балаға. Балалар қарап тұрмады, қамалап алып сабады. Асығын тартып алады, асығын алдырды балаға. Енді тұрмай далаға, жылап барды анаға. Сонда анасы сұрайды, қарағым неге жылайсың? Бір кетке сон ойынға, қайтып үйге келмейсің. Шаршадым ана мен деді, ойнамай масық мен деді. Ойға түсіп бұл бала орында жатып қалады. Әлқиса, Тама 10 жасқа келгенде әкесі көгістің қаруын асынып аңға шығады. Бір күндері болғанда жапан далада жүріп, қалмақтың қарулы қолына кезігіп қалады. Ей, әкесінің жасында жауға мінген торы бар, ерліктің сонда қоры бар. Бұл баланың көңілінде бір түрлі ақыл ойы бар. Айтсам атты бермесем, қару менен жарақты, киім менен кешекті, менен жасырып қояр деп ойлаған сондай ақылды. Атасы мен анасы ұйықтап үйде жатқанда, күннің көзі батқанда, көтеріп басын алады, төңірекке қарады. Үстінде киім киінді, отыруға қиынды. Ер белгісі нетем деп ойлаған екен бір ақыл, басқа жаққа кетем деп күнде жеп таяқты. Балалардан нетем деп үйден шығып жөнелді. Байлаулы тұрған тұлпарды ертіп мініп алады, шылбырды жібек байлады. Жүрейін деп сапарға кетуге бала сайланды. Бар киімді киеді, қылышты белге іледі, найзаны қолға алады, атқа мініп алады. Көлденең тартып есікке бала сонда барады. Ат дүбірі шыққасын есіктен кемпір қарады. Төсекте жоқ баласы, далаға шығып қараса, тұлпар мініп астына келіп тұрған қарашы. Кейінірек тұр екен, шешем ұстап алар деп ойлаған сонда айласы. Сонда кемпір сөйледі, сөйлегенде не деді? Сабыр қылшы қарағым, бізді тастап далаға қаяқа кетіп барасың? Көгіске кемпір келеді, келе сөйлей береді. Жатырмысың бейшарам, басыңды көтер жолдасым, жауға аттанып барады. Жалғыз туған балаңызды қараңыз, алып қару жараған, алыс жолға кетуге секірген балаңыз. Әлқиса, Тама әкесі көгістің атына мініп, қаруын асынып аңға шығып бара жатқан сезіп қалған анасы көгіске айтып тұрған жер еді. Сонда әкесі сөйледі, сөйлегенде не деді? Аңсұңқар елің қу алған, хақтан пәрмен бұл болса, дариядан тасқын су алған. Сен дүнияға келгенсің, мен едім балам дем алған. Берейін батам мен деді, барасың жолға сен деді. Аллауың қарсын жолыңды, ермегім деп жүрейдің, өлгеніңше мен деді. Барасың жолға сен деді, шаман келсе тез келші, кетпесем өліп мен деді. Атқа бір мініп алғасын, қайрылар ма ер жігіт? Жолың болсын қарағым, Рүстем дастан ереді. Алланың жері арыслан, тарса жәрдем бертеді. Жеті қайым 40 шеріктен, перзентімді тапсырдым жақсыларға мен деді. Құр ерліктен пайда жоқ, айла ойла сен деді. Айласыз тез өлер деген барды қашаннан. Талай жауға мен бардым, жапанда жалғыз мен өзім,
қызылбаспен қалмақтан ыныстан барып кек алдым. Жаман келсе перзентім, дұшпаныңа көп тұрма, жауап айтып жолығып, ер жігітке алыс жер. Атқа мінсе жақынды, жақынмын деп айтса да жақын көрмей кәпірді. Кез келген жер тау болар, қалмақпен ындыс жау болар. Бұрын соңды жерімді, тыңда менің кебімді. Жаман келсе перзентім, дұшпанға бермей еліңді. Қалмақ деген қатты жау, жібермей оған кегіңді. Асылың артық ертеді, тапсырдым хаққа мен деді, саламат бол сен деді. Азық түлік қолға алып, жүре берді қозғалып, жүрген жердің арасы төрт айлық жол деп ойлады. Осы болар шамасы, сол кеткеннен көп жүрді, хисапсыз жолды мол жүрді. Таудан тауға асады, жазыққа аяқ басады, орғыл құмдарда жат жоқ сөзін тыңдарға. Жол шамасын білмеді, қаты жүріп шыңдарға. Тауды жүрді жағалап, арасын көрді аралап, төрт айға күн толғанда қалмақтың көрді қарасын. Атаның сөзін ойлады, білейін деп сол жаудың азды көпті шамасын. Бар мекен бұнда әскер деп, қалай екен қаласы, білейін деп ойлады, бұл қалмақтың шамасын, қаты салған қаласын. Жайылып жатқан бұл көрді, қалмақтың баққан түйесін, түйенің келді ішінен, баққан малдың қасына үлек маянар екен. Түйені баққан шал екен, шалға таман келеді, келіп сәлем береді. Жасы үлкен бабасы, біз бір жүрген жолаушы, сізге келдім қыдырып, тұра қалдым кідіріп. Сіздің қайда ел деді, ел көрмеген пақырмыз, қаңғырып жүрген біз деді. Менің жоқты азығым, ашып тұр менің қарыным, жақын жерде ел бар ма, ашарыққа беретін осы жерде мал бар ма? Сонда шалың сөйледі, жақын жерде елде жоқ, қашығырақ ел деді. Елге барсаң тоясың, сұрағаныңды қоясың, біз қалмақ деген ел деді. Берік еді қаламыз, салған мықты қашаннан, мекендеп жатқан ел деді. Бізде түгел бұрыннан, балам жөніңді айтсаңшы, келесің сен қай жақтан, емесің қалмақ сен деді. Жеріміз жазық түндеді, аралап сен бармашы, біздің елге бейшара, арлап барсаң елдерді. Кімсің деп сені қыстайды, жібермейді ұстайды, ұстағасын байлайды, кете алмай сорың қайнайды. Біздің патша ханымыз алты қатар орғазған, қарқып жылқы өнбестей, ішіне оның тожайған, түскен шығып кетпестей, ар жағын қойған жебелеп, қозғалмастай бекітіп, жебесін қойған шегелеп, қаласы биік ораған, төңірек сөйтіп зорлаған. Оры биік қалыңды, осындай қайрат жасаған, ханымыз мықты залымды, дарбазасы темірді, күні түні бағулы, күні көзі батқасын, бекті бесік шабулы, ханнан бұйрық тұл болса, күні көзі шыққасын, есікті ашып қояды, жас баласын сенделі, ішінде көп әскері, 1000 кісі қол делі, бағулы тұрған әскері, онан көмемер сол деді. Күн сәскеге толғанда өзі шығып басына, бір кісі алып қасына, қарауылға шығады. Тілімді алсаң жас бала, сен бармағың қалаға, қарным ашты менің деп, қалма балам бәлеге. Қара бауыр қалмағын, тістерсің сен бармағын, деуші емес сен деді, талайды көрдім мен деді, қорқып тұрмын бір түрлі, түрің басқа сен деді, шал осылай сөйледі. Түрің басқа сен деді, шал осылай сөйледі. Ай, ай,
Иса. Тама келе жатып азық түлік сұраған бұл шалы осы қалмақтың халқының бірі еді. Тамаға бұл ел саған азық түлік бермейді, оның қамалына түссең сені өлтіреді деп ескертті. Сонда Тама мен бұл қалмақтың халқын басып алуға келе жатырмын деп шалының өзін ханына ескерт деп тұрған жер еді. Сонда Тама айтады, бұрын туған қарасам, ата сіздің түріңіз жақсы жаман көп көрдім, олай деп айтпа сөзіңіз, бекіткен болса белеңіз, шамалы жерде бар болса хабарлаңыз еліңе. Мен ұғай деген ел едім, іздегенім сұрасам, қалмақ деген ел еді, тұр едім сұрап еліңді, тыңдамайым айтқан кебіңді, егер жалған сөйлесең өлтіремін өзіңді, рас айтқан секілді көремін сіздің сөзіңді. Осы арада жүремін, нарға мінде желе бер, елге хабар бере бер. 5 күннен кейін сен қалсаң, мен барамын қалаға, іздеген барға, іздеген жерге жеткесін, қалаға бармай нетемін, жолықпай қалай кетемін. Айдай ай, айдай ай, айдай ай, айдай ай. Бұл қалмақтың көремін, шамам келсе қаласын, өлмеймін десем бишара, тез еліңе хабар сал. 5 күнде барып жетемін деп бала шалға сөйледі де өтеді, жағалай сайды кетеді. Бір жағында дария ағып жатқан суы бар, оның қалың нуы бар, жазық дөңді қарасаң, киік құлан аңы бар, ол жазықты қарасаң, тәусекесі тағы бар, 80 жаңғыл нуы бар, батыр шығып кеткесін, шалың нарға мінеді, елге хабар беруге нарға мініп жөнелді, желіп сорлы жөнелді. Шал барады, жеткен шағы болады, жабулы тұрған есекті күн шыққасын ашады, хан ордасына келеді, келе сонда сөйледі, жібермеді хандарға сыртта тұрған әскері, күйдір құрғыр сен деді, жібермейміз біз деді, түйе үстінде отырып сонда шалың сөйледі. Бағып едім түйем ал, түйден келген мен бір шал, жасым жетіп мен деген келдім, жаным өлмеген, жайдақ мініп мынаулар, тек өлмеген жаным бар. Жасқана келді бір бала, астында қатқан аты бар, қолда қару заты бар. Барамын деді қалмаққа, көремін деді қаласын, білемін деді шамасын, өзін оғай баласын. Хабар бер елге сен деді, іздеп келдім мен деді, естігесін бұл сөзі, ханға келдім хабарға, құлағына саларға, рұқсат етсең сен деді, барар едім ханға мен деді, сонда рұқсат береді, есікте тұрған әскері, бара бер деп хандарға, сонда шалың кіреді, хан алдына келеді, келе сөйлей береді. Асыл туған сұлтаным, байлауда барма тұлпарын, түйе бағып жүргенде, жасқана келді бір бала, өзі қызық тамаша, 5 күннен соң барамын, іркілме деді қалаға, ие болатын секілді, біздің жиған қараға, өтірік емес бұл сөзім, жадыңызға алыңыз деді де шалың жөнелді. Ханыңыз сонда сасады, түсі кетіп қашады, қасына әскер жинады, отырып кеңес құрады, келер деген жоқ едім, қаңғырған оғайлы баласын, ерлер мұнда келіңдер, қаңғырып жүрген оғайдың басын кесіп алыңыз, елге хабар салыңыз, түйші шалға барыңыз, содан сұрап алыңыз, кідірмей соған барыңыз, жалғыз жүрген жан болса басын кесіп алыңыз. Әскері қалмай жиналды, қару жараға сынып, аттанып жолға шығады, таудың шықса басына, шаңқарасын көргез
қорлық етер деп, егер қорқып жау келсе сай-салаға жасырынып. Рұқсатпай құрғыр кетер деп, көрейін деп ойлады, жердің жазық таласын ең маңдайда көрінді. Бір адамның баласы жалғыз қара көргесін, заңғар қалмақ қуанды, шабуылды салады. Бірінен бірі сонда озып, жалғыздап кетіп барады. Қалмақ қатты шапқасын жазыққа қарай шегінді. Қашқан екен ноғайлы, жеткізген екен Құдай деп, атқа қамшы басады. Мен бұрын ұстап алам деп, бірінен бірі асады. Әлқисса, алыстан көрінген ноғайды қалмақтар көріп, оны өлтірмек болғанда таманың мықтылығын аңғармаған, біреулері өліп, қалғандары кері қашып бара жатқан жер еді. Майданға шығып алғасын, қайрылып тама тұрады, атының басын бұрады, ат құйрығын өреді, жау келгенін көреді. Жалғыздаған қалмақтың алды жетіп келеді, келе ақыра береді. Қаңғырған ноғайлы сен деді, атыңды бізге бер деді, атыңды егер бермесең өлесің ноғай сен деді. Осылай деп қалмағың ақыра сөйлей береді. Сонда бала сөйледі, нәлет қалмағың, тиеме осал салмағың, жеңіл тимес бармағың, ат беретін мен емес. Алуға келдім қалаңды, көруге келдім шамаңды, танырсың енді балаңды, іркілмей бол қарағам. Батыр қарап тұрады, атының басын бұрады, айнала қарап тұрады, жасқанбайды қалмақтан. Келсе де олар шапырып, айтса да сөзді ақырын, айтқан сөзі қатты деп, қалмақтың сөзі батты деп, ілгері келген жалғызға қарсы қанат шапты деп, аяқта барды болат деп, тайзаны алды үйіріп, тоқталмайды кідіріп. Әуелі келген жалғызға аспанда аққан жұлдыздай ақ сүңгіні салады. Дәмең болса келші деп, батыр қарсы балады, салып қалды найзасын, қалмақ тапты пайдасын. Жұтқын шақтан ол салды, қақалып қалмақ ол қалды, басқа жерден салмады, жұтқын шақтан салғасын. Өтпей найза қалмады, қалмақ жаман қақалды, өлімге таман тақалды. Жасы үлкен немекен, үйінде отырған ер екен, батыр сонда шындады, алдыға келген жалғызды жақсы қылып сыйлады. Екі қалмақ қашады, ханға хабар берерге, ханға хабар берерге, ноғайдың көрдік баласын, қорында барды найзасын, көбейген оның айласын. Бұны естіп ханыңыз тағы да әскер жинады, мінкісі бар шамасы. Енді қайрат етіңіз, жауға барып жетіңіз, өлтіріп оны келіңіз деп әскерін жіберді. Таманың мінген қараты аспанға қарғып ойнады, айнала батыр қарады, қай жағынан барам деп, жауды қалай алам деп, тұрып ақыл ойлады, қалмаққа жақын барады, іркілмей қарап тұрады. Сонда қалмақ сөйледі, сөйлегенде не деді, жолдасы жүрген дарасын, жылқының міндің қарасын. Кез келіп көп әскерге, қалай өлмей қаласын, сөйлегеннен пайда жоқ, құр тіліңмен тақылдап. Әскері қалды жақындап, жасы жеткенмен бабам, қой емес келген бұл адам, келеме маған бұл шама. Алмастан барды қылышым, қарсы келген дұшпанын, тарлы шедім тынысын. Сен бір жүрген ноғайлы, келдің байғұс қолайған, жер бір жазық таласын, құтылып қалай қаласын. Жақындаған әскердің қылышпен барды найзасын, бәрінің қару алған
қалғаным бір ноғайлының пайдасы. Алмас кеспей қояман мынау жатқан қара жер, төгілген қанға тояма сыңсып тұрған көп әскер, бір ноғайлыны қояма. Сонда бала сөйледі, ноғайлы деген мен деді, құрметпін деп мақтанба, шамалы болар қайратың. Қыбырлаған шаң көрдім, көк жебені қолға алсам, жоғаларсың қалмақ толдансам. Кел берірек тебініп, енді қашпа шегініп, бастарың қалар домалап, қандарың қалар төгіліп. Батырдың аты кідіріп, басқа жерде тұрмады, атқа оқтай зырлады. Жасың жеткен шалсың деп, қиналмай жылжып қалшы деп, шу дегенде бұл салды, ол қалмаққа найзасын. Қалмақтың да аз емес, істеп жүрген айласы, қашанда қанға доймайды, қылышы менен найзасы. Қорам саған қол салды, қосы жаурын оғалды, жұмсады дама болады, қарамады көбіне, тоқталмады қалмақтың жасаған айла ебіне. Біреу емес бірнеше адамнан оқ өтеді, суырып алып қылышын, қалмақтың алды басынай, келген тобын тоқтатпай, қысқартты олардың жасынай. Қалмаққа түсті жасындай, бір күн бір түн соғысты, қалмақпен қанды тоғысты. Түн ортасы болғанда шегініп қалмақ қалады, ай қараңғы күн бол, алды артынан бытырап, қалмақтар қашып барады. Ағарып атқан таң болды, таң бозарып атқанда, жердің жүзі көрінбей, бодақ-бодақ шаң болды. Көп әскерді жіберді, тағы да әскер жиям деп, үйінде қалған хан болды. Бұқарасы қаптады, 2000 әскер жинады, астындағы тұлпары Қашқаға қуып жетеді, ұшқан құстай болады, жер басқанды қоймайды, шаршайтұғын мал емес, ұшпа биік тау келсе, басынан ырғы басқандай, түбі терең сай келсе, оннан ырғы басқандай. Енді ханың сасады, түсі кетіп қашады, жалғыздап қашқан қалмақтың қарасын тама қоймады. Көп емес еді ақылын, қанға жауап айтады, сол күндері қатыны. Отырма ханым сен деді, бар темірді кетеді, темірден қару өтеме, бір адамның баласы, 3000 кісі әскерге, жалғыз қайрат етене. Сіздің мінген бошы бар, аяғы дүрсеу жетеме. Әлқиса, осы кезде қалмақ хатынын айтқанына мақтанып, темір сауыт киіп, таманың осал жау емесін байқамай, атқа мініп қарсы шығып бара жатқан жер еді. Сонда ханың қарады, ол бір сөзге мақтанып, атқа мініп алады, темірден киім киеді, жинаған екен ол көптен бұйым менен темірді. Мініп алып шұбарды, мініп алып шұбарды, қалада тұрған әскердің бәрін айдап шығарды. Тұр екен қашып қорғалап, хан шыққасын ақырып, бәрде жүрді жабырып, 2000 кісі артынан, 1000 кісі еріп алдынан. Хан жанына жиылды, жақындап жетіп келгесін, ханы тұрып сөйледі, кідірдің әскер сен деді, барайын оған мен деді, маған ешкім болмас дейін, хан шұбармен келеді, келе сөйлей береді, мен ақысам ноғайдың, қорқып жаны шығар деп, қаңғырған ноғай сен деді, дәмең болса кел деді, Астана жұртын билеген патша едім мен деді, болмайсың маған тең деді. Сонда батыр сөйледі, жасқанатын мен деді, сұрасаң байтақ елімді, тыңда менің кебімді. Мен ноғай деген ел едім, елден шыққан ер едім, асыл туған бөр едім, асылы туған бөр едім, ындыспенен қалмақты талқандармын деп едім. Іздеп сені мен келдім, іздеп сені мен келдім, саңғар қалмақ қалаң
жолыңды жібересің сен өзің бөлек адамды әлі білмей жүрмісің сорлы қалмақ шамаңды билеген қалмақ сен едің қалмақта артық ермедің тұрамыз ба сөз сөйлеп болсаң артық ертеді қапы қалма хабарда қайратың болар теңдеді батыр мінген қара атты қанша баққа ойлады шу деп атқа тебінді жалмауызда емінді суырып алды алмас деп шапсаң кеспей қалмас деп қалмақтың ханы Тама батырды шапқан кезде оның алмасы Таманың сауытынан өтпеді. Кезек Тамаға келгенде қалмақтың ханының басын шауып әскерін қырып жатқан жер еді. Қарсыласты екеуі, бірін-бірі алмақ боп Тама киген толыға үстінде барды шарайна екі темір қосқабат екеуінен өтпеді етіне ешбір жетпеді алдында тұрған қалмақты бір таяқтай көрмеді басы түсті домалап хан жығылып омалап қалмақ шапты қамалап қалып жатыр бастары қара тастай домалап хан жығылып қалғасы дауысы күндей күркіреп қалмақтар қашты дүркіреп Тама алмас сермеді талай кетті тереңге үйдегілер қорықты талай оның қорықты арылмайтын тұманға қалмақ ханы жолықты ағарып таң атқанша жеңе қалмақ келмеді шасқан атын ермеді төбесі шоқты қалмақтың қалаға қашты қалғаны батыр қуып жетеді оны да шауып өтеді қалмақты қалды қаласы шұбырды қатын баласы айдағасын көп халық келеме оған шамасы жері қашық сұлы еді айдаған қалмақ мол еді жинаған халқы көп еді қорлығының мәнісі сәні жоқ байтақ ер еді айдағасын жер алыс қалмаққа болды бір шабыс батыр жүрді жағалап Аққошан мен Қанжыға Ноғайлының ел еді елдің шеткі жер еді батыр сонда келеді ел шетіне келгесін Ноғайлға хабар береді жан-жаққа батыр қарады асыл туған ер еді артық туған бөрі еді қызықсың ба олжаға Ноғайға бөріп береді алдынан шықты анасы келгесін елге баласы алдынан шықты атасы келген соң жалғыз панасы мерекелеп той қылды Тама батыр соғысып қалмақты жеңген жер осы Тама жалғыз өзі барып қалмақтың қаласын алып өздерін шауып қатын баласын мал дүниесін олжалап алып келген екен.